Бауырсақ жасаймыз. Бірінші 2 кесе жылы сүт құямыз. Каналымда сезондық банкалардың рецептісі бар. Астына ссылкасын қалдырамын, міндетті түрде қараңыздар. Артынша жылы су құямыз. 1 қасық қант. Жарты қасыққа толмайтындай етіп тұз саламыз. Енді дрожь саламыз, бетін жауып тұру керек. Бетін 20 минутқа жылы жерге жауып қоямыз. Дайын болған кезінде беті көпіршік болып тұру керек. Дайын болғаннан кейін май құямыз. 3 қасықтай. Бір жұмыртқа. Ұнды қамыр болып иленгенге дейін салып араластырып тұрамыз. Қамырымызды илеп, тағы да жылы жерге қойып қоямыз. Примерно 1-1,5 сағат тұру қажет. Бұл қамырды тек бауырсақ жасағанға ғана емес, хлебной корзина, пирожки, тағы да басқа қамырдан жасалатын тағамдарға қосуға, қолдануға болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, барлық видеоларды қарап шығыңыз. Өзіңізге қызықты рецепті тауып алыңыз.